Ассалаумағалейкум, мен құрметті көрермендерім, баршаңызға қайырлы күн. Мен каналыма қош келдіңіздер. Бір бауырымыз кеше комментарий жазып кеткен екен, жабайы тауықтарды қалай үйретуге болады деп. Енді жабайы тауықтарды біздің бәленбай ғасыр бұрын үйретіп тастаған ғой. Африкада ма, бір жақта, Америкада ма, бір жақта үйретті деді. Мен оны нақты өзім білмейді екенмін. Енді біздер өзіміздің, әр адам өздерін қалай үйреткісі келеді, солай үйретеді ғой. Мысалы мен өз басым, мына тауықтар, қазір бүгін алып келген тауықтарым, бұлар енді кішкене жабайылау, адам көрсе қашады манадай. Бұларға тек өзінің иесі тамақты береді, шығып кетеді, тамақ береді, шығып кетеді, сөйтіп өскен. Ал мен бұларды балапан кезінен бағатын болсам, қолға үйретемін уже. Манағыдай жем бергенде теп, жем беріп, шөбін беріп, бәріне өзінің балаңа қалай қарайсыз, солай қарап қолға үйретуге болады. Бұлар енді маған қазір енді үйреніп жатыр. Мен әлі дала шаруаққа жайған жоқпын. Бүгін екінші күн бұлардың тұрғанына, жас әтеш әдейі кеше айтқан болатын, әдейі жасын алдым, ең жасын деп. Потому что тауықтарым 2 ай, 6 айға дейін әтешті үлкейетті уже. Бәрі бірақ құрдас. Шөп алып келдім, именно тауықтың өзінің жейтін шөбі. Бұлар енді әртүрлі шөп жейді, бірақ именно осыларды жақсы жейді. Жемін берем, таңертең жем беріп отқан, теп жемін берем. Суын 2 мезгіл берем, таңертең салқын су, кешке салқын су берем жаз уақытында, ал қыста жылы су береміз міндетті түрде 3 мезгіл. Мінекей шөптерді әкеліп тастадым, әлі маған жақындамай тұр әлі. Келмейді уже бері. Ал мен қазір шығып кетіп жайлап сығалап қарасам, уже жайлап келіп, мына жерге келіп шөптерін жеп, не істеп жатады да. Енді солай үйретуге болады. Әркім әрқалай үйретеді. Үлкен тауықтарды да мысалы менде болды ғой, бәленбай ауылдық жерде үлкен кісілер қарамайды. Жабайы болып кеткен тауықтарды қолға үйреткен кездеріміз болды. Тек осылай бір аптаның ішінде үйреніп кетеді. Жемін бересіз, шөбін бересіз, жайлап қарап отырасыз. Сөйтіп жайлап қолға ұстап бір-екі рет. Солай жайлап ол өзі автоматически үйреніп кетеді. Уже сізді көргенде тауық сізге жүгіріп келеді уже. Мен сіздерге ертең бұйыртса алдағы уақытта жақсы контенттер түсіреміз ғой. Ертең қарата тұрыңыздар. Уже мен мына жақтан кіріп бәтір видеоға түсіретін болам, тауықтарым үйренгеннен кейін. Уже мені көргенде тауықтар маған қарата жүгіретін болады да, бұл тауықтар уже. Бұлар әлі балапан, бұлар тауықтар уже 3-4 күнде қолға да үйреніп кетеді, маған да үйренеді. Мен енді бұларға кішкентай балапан кезінен бұларға басқа адам жемін суын беріп қойды, мені жатырқап тұр ғой, бұлар қазір мені көрсе уже қашады. Алдағы уақытта мен уже кіріп кеткенде бұл тауықтар маған қарата уже жүгіретін болады. Енді бүгін ұзақ видео түсіре алмаймын, потому что менде шаруаларым тығыз болып тұр. Қазір тек обед уақытында келіп сіздерге кішігірім видео түсіріп кетіп жатырмын. Каналыма тағы да тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, достарыңызға бөлісіңіздер. Енді алдағы уақытта Алла бұйыртса сіздің сұрақтарыңыздың барлықтарына жауап беремін. Комментарияға сұрақтарыңызға жауап беріп кетіп, тауықтарыңыз тумай жатса, ауырған жағдайда не істеуге болады, барлығын сұрақтарыңызды жазып кетіңіздер. Мен сіздерге осылай видео арқылы сіздерге барлықтарыңызға жауап беріп отырамын. Келесі видеода көріскенше сау саламатта болыңыздар.